Баршаңызға сәлем достар. Түс жоруға арналған каналымызға қош келдіңіздер. Егер каналға тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал бүгінгі түс жору әйел адам түсінде қайтыс болған атасын көрсе, қалай жорылады, сол жайлы болмақ. Ал уақытты созбай бастайық. Егер бойдақ қыз түсінде өмірден өткен атасын көрсе, бір жақсылық келетіндігін білдіреді. Бойдақ қыз түсінде атасының қобалжып тұрғанын көрсе, сіздің де бір нәрсеге қобалжып жүргеніңізді білдіреді. Сондай-ақ бойдақ қыз қайтыс болған атасын көрсе, алға қойған мақсатына жету үшін аянбай еңбек етіп жүргендігін білдіреді. Бойдақ қыз түсінде атасының қолынан ұстап тұрса, тұрмысқа шығатындығын белгісі. Бойдақ қыз түсінде атасының үйінде жүргенін көрсе, өмірінің жақсылыққа өзгеретіндігін білдіреді. Сондай-ақ түсіңіздегі атаңыздың үйі басыңыздағы қиыншылықтардың бітетіндігінің белгісі. Егер бойдақ қыз түсінде атасының артынан намаз оқып тұрғанын көрсе, өзін қауіпсіз сезінетіндігін білдіреді. Ал тұрмыстағы әйел түсінде қайтыс болған атасын көрсе, ол әйелдің рызық несібесінің көп болатындығының белгісі. Егер тұрмыстағы әйел атасының үйіне келгендігін көрсе, күйеуіңіздің жақсы жұмыс табатындығын білдіреді. Сондай-ақ тұрмыстағы әйел түсінде атасын көрсе, немесе атасымен сөйлесіп тұрғанын көрсе, арманының орындалатындығын білдіреді. Жүкті әйел түсінде атасын көрсе, өзі мен баласына жақсылық болатындығын білдіреді. Егер түсіңізде атаңызға сәлем беріп тұрғаныңызды көрсеңіз, сіздің жақсы адам екеніңіздің белгісі. Бойдақ қыз түсінде атасының қобалжып тұрғанын көрсе, сіздің де бір нәрсеге қобалжып жүргеніңізді білдіреді. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер де біздің видеомыз ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар, және де подписация бөлімін басып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.